Достар, бізде бүгін таңғы асқа жаңа идея. Тез және оңай жасалынатын таңғы астардың бірі. Құрамы қарапайым заттардан ғана тұрады. Дүкеннен дайын лавашты алып, дәл видеодағыдай ораймыз. Егер сізде домалақ лаваш болса, онда 4 данасы керек болады. Видеода көрсетілгендей кеспе сияқты пышақтың көмегімен барлық лавашты турап шығамыз. Достар, менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Пышақпен кесілген лаваштарымызды табаққа салып, видеода көрсетілгендей қолымызбен кішкене үзіп жібереміз. Менің лавашым 4 бұрышты болғандықтан, ол лапшағып кескенде өте ұзын болып кетті. Сондықтан осылай бөлуді жөн көрдім. Енді салмасына колбаса мен сыр қосамыз. Колбасаны 4 бұрышты етіп тураңыздар, немесе теркадан өткізуге де болады. Кез келген өздеріңіз ұнататын қатты сырды теркадан өткіземіз. Сөйтіп, оны да табаққа саламыз. Енді бөлек ыдысқа заливкасын жасаймыз. Ең алдымен 2 жұмыртқа, сүт, жарты шай қасықтай тұз және де ерітілген сарымайды қосамыз. Осы массаны жақсылап тұрып араластырып, бағанағы лавашымыздың бетіне құямыз. Барлығын араластырып жатқанда заливка көп сияқты көрінеді, бірақ осылай болу керек. Табамызды қыздырып, кішкене сұйық май жағып, массаны саламыз. Қасықпен немесе силиконовый лопаткамен кішкене түзулеп, орташа отта бетін жауып, 10-15 минуттай пісіреміз. 15 минут уақыт өткеннен кейін дәл видеодағыдай аударамыз. Яғни бізге ар жағының 5 минуттай піскені керек. Менің отым кішкене қатты болып қалған, сондықтан сәл осылай қоңыр болып күйді. Достар, біздің жеңіл әрі тез жасалынатын таңғы асымыз дайын болды. Түрік асханаларында борек, су борек деп жатамыз. Соған өте ұқсайтын тіске басар. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Ыстықта жеуге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Тоғжан.